Сәлем достар, сіздермен болған мен Жұлдызай Тоқаворд. Достар, бүгін менде сериал болады. Сериал өте жылайтын сериал деп айтсам да болады. Өте қиын сериал. Сериалдың атын айтайын. Қиын тағдыр, бірінші бөлім. Менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, және де подписканы басып, колокольчикті басып кетіңіздер. Мен сіздер үшін көптеген видеолар, челлендждер, сериалдар сіздер үшін тырысып түсіретін боламын. Ал сіздер еңбектеріңізді аямай мені қолдап кетіңіздер. Ал мен бастаймын, сіздер тамашалап көре беріңіздер. Кеттік. Таң атыпты ғой. Бүгін жұмысқа баруым керек. Бірақ бүгін демалыс емес пе? Қайдағы жұмыс? Бірақ мен сонда да жұмыс жасауым керек. Өйткені қарындастарымның қарны ашады ғой, аш қалады. Менсіз өмір сүре алмайды. Ал ата-анам болса, өмірден озған. Қатты өкінем, қатты сағындым. Ладно, мен жұмысқа кеттім. Бір жұмыс тауып, сол жұмысты жасап, қарындастарымның аш қалдырмайын. Қайырлы таң. Ағам Азан мен қайқа кетіп қалған? Бүгін демалыс емес пе? Қайттан жұмыс жасауға кетіп қалған ба? Туф, бір демалмай ма, шаршаған шығар? Ладно, Софияны оятайын. София, ханшайым. Софикош, тұра ғой. Софикош, тұра ғой. Әпше, қайырлы таң. Тұра ғой, ұйықтама болды, тұр. Жүр кеттік, науынды шешейік, кел. Қазір төсекті жинап, және де бүгін екеуміз жұмыс жасауға көшетін боламыз, жарай ма? Жарайды. Тұр, ендеше кеттік. Әпке, ол қандай жұмыс? София, қазір барғанда көретін боласың. Ендеше кеттік. Біз ағамызға көмектесуіміз керек, жарай ма? Жарайды. Ендеше кеттік, жүра ғой. Әпке, біз қай жерге келдік? Мына жер жиіркенішті жер ғой, құсқым кеп кетті. Кетейікші тезірек. Қайдағы кеткен? Біз осы жерде жинап, ауасын тазартайық. Сол кезде күшті табиғат болады. Жарай ма? Сол кезде бізге ақша береді. Жақсы ма? Менің айтқанымды тыңда, Софикош. Мен мына жерден құсқым кеп кетті, қалай жинаймын? Мен саған қазір маска берем. Сол масканы киіп алып, бірге жинап тастайтын боламыз. Мен саған көрсетейін қай жерде жинайтынымызды. Мына жер жинаймыз. Және де мына жер жинаймыз. Көрдің бе, мына жерде өте көп мусорлар шашылып жатыр. Міне, көрдің бе? Осыларды тез жинап тастайық, сол кезде үйге қайтатын боламыз. Жарай ма? Саған тәтті алып беретін болам. Жарайды. Ал Софикош, маскаңды тағып алдың. Коробка бердім. Енді коробканың ішіне мусорларды салып шық, жарай ме? Жарайды, әпке. Ендеше барып жинай ғой. Кеттім мен онда. Өзі ақылдым сол. Әпке, жинап болдым, және де осы мусорға салдым. Дұрыс па? Молодец, өте дұрыс жасадың, жаным сол Софикош. Мен де мусорға тастайын. Мінекей, енді біз тазалап жуып шығуымыз керек. Жарайды, мен де сізге көмектесем. Ендеше жүра ғой, кеттік. Күшті жұмыс екен, маған қатты ұнады.
шаршаған да жоқпын. Маған қатты ұнады. Енді әпке осындай жұмыстар істеп тұрайықшы, өтініш. Жарайсың, ақылдым сол, Софиям сол. Ендеше сен сыпыра бер, ал мен болсам сүртіп шығайын, жарай ма? Сол кезде тап-таза болады. Жарайды. Ендеше мен кеттім. Міне сендердің ақшаларын тап-таза қылып, мусорларды алып, жуып, сыпырып қойыпсыңдар. Міне, мынау 2000 теңге. Сендерге көп-көп рахмет. Ендеше сау болыңдар. Сау болыңыз. Рахмет сізге де көп-көп. Жарайды, онда мен кеттім. Сау болыңдар. София, сен өте күшті ақылды қыз екенсің ғой. Мен сенің қолынан келмейді дау деп жүрсем, қолынан келеді екен ғой. Жаным сол, өзім сияқты ақылдым ғой. Я, әпке, рахмет, менің қолымнан барлығы келеді сіз үшін. Сосын мына ақшаға не аламыз? Киім аламыз ба? Жоқ, бұл ақшаға еш нәрсе сатып алмаймыз. Бұны біз ағамызға беретін боламыз. Жарайды, келісемін. Ақылдым сол, жаным сол. Саламатсыңдар ма? Мінекей, мына ақшаны алыңдар. Саламатсыз ба, апа? Көп-көп рахмет сізге. Саламатсың ба? Мына қыздың есімі кім? София. Күшті есім екен. Я, апа, менің есімім София. Жаным сол, өте сүйкімді қыз екен, я? Я. Сау болыңдар ендеше. Сол, құрбым, не істеп жатсың? Тоқташ. Мінекей, мынаны ақшалыны алыңдар. Рахмет көп-көп, әпше. Оқасы жоқ. Так, кімді фотоға түсірсем болады екен? Кім бар еді тағы? Саламатсыңдар ма? Саламатсыз ба? Саламатсың ба? Неге қаштың? Енді ол осындай енді басқаларға көтер демейді. Жарайды. Меніке мына ақшаны алыңдар. Міне. Жоқ, 1000 теңге берсеңіз де жетеді ғой, тым көп қой. Жоқ, мен өзім көп ақша табамын. Сондықтан сендерге 3000 теңге бердім. Өздерін тамақ алып шығаратындар, жарай ма? Жарайды, рахмет сізге көп-көп. Оқасы жоқ. Ла. Мәңіз сізге, әпше, 1000 теңге. Жоқ, керек емес. Өзің мороженый ма, магазиннен барып бірнәрсе аларсың. Ала ғой. Жоқ, міне, алыңыз. Мен мороженый жемеймін. Мама айтты, сол кісіге беріп келеді. Мәңіз. Жаным сол, өте барлығы, өте мейірімді. Рахмет көп-көп. Мамаңа да айт, рахмет деп айтып жатыр де. Жарайды. Сәлем, сенің есімің кім? София. Сенікі? Менікі Ерасыл. Жарайды, онда сау болыңыздар, әпше.